Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Шарықта Алу Заңғар. Бүгін біз бас ми нервтерін талдауды бастаймыз. Бүгінгі тақырып ес сезу нерві. Ес сезу нервісін талқылауды бастамастан бұрын, мынау мидың төменнен қараған көрінісіндегі кейбір құрылымдарды түсініп алайық. Мынау мидың төменнен қараған кесіндісі. Осы жерде бізде ес сезу буылтығы бар, бульбус альфакториус, ес сезу жолы бар, трактус альфакториус және ес сезу үшбұрышы бар. Ес сезу үшбұрышы, яғни тригемини альфакторикус. Осы жерде ес сезу үшбұрышында алдыңғы тесіктелген зат орналасады. Бізге білу керек нәрселер осылар. Енді сіздер оңай жаттау үшін мидың осы астынан қараған жерде алдыңғы тесіктелген зат болады, яғни осы үшбұрышта орналасатын, және де артқы тесіктелген зат орналасады. Ол мына бір жерде, яғни екі ортаңғы ми аяқтарының арасында орналасады. Сонымен ес сезу буылтығы, ес сезу жолы, ес сезу үшбұрышы, алдыңғы тесіктелген зат. Ес сезу нерві, нервус альфакториус. Ес сезу нервінің бүгінгі бізде бірінші талқылайтын нәрсеміз ол ес сезу нервінің жүру жолы. Бірінші, мұрын қуысына келіп түсетін ес сезу рецепторын қоздырады. Осы мұрын қуысында бізде бірінші ес сезу нейроны орналасады. Сонымен қатар еске түсірейік, мұрын қуысы бізде үш қалқаннан тұрады: жоғарғы, ортаңғы, төменгі. Яғни жоғарғы мұрын қалқаны, ортаңғы мұрын қалқаны және төменгі мұрын қалқаны. Осы жерде жоғарғы мұрын қалқаны түсетін мұрын қуысының бөлімі ес сезуге жауап береді. Ал ортаңғы және төменгі мұрын қалқандары түсетін мұрын қуысының бөлімдері тыныс алуға жауап береді. Келесі. Яғни жаңа айтқандай, ес рецепторды қоздырды. Рецепторға бірінші нейронның талшығы рецептордан ес туралы ақпаратты алады. Яғни бірінші нейрон ақпаратты алып, одан кейін бірінші нейроннан ес сезу жіпшелері миға өтеді. Жіпшелер бағана суретте көрген ес сезу буылтығына барады. Басынан қайталап кетейік. Мұрынға ес түседі, ес рецепторды қоздырады, рецептордан дендриді, бірінші нейронның дендриді ес туралы ақпаратты қабылдайды. Яғни талшығы қабылдап, ол ес сезу жіпшелерін өзінен шығарады. Ес сезу жіпшелері ес сезу буылтығына барады. Ес сезу буылтығына бару үшін олар торлы сүйектің торлы пластинкасындағы тесіктер арқылы өтеді. Енді ары қарай ес сезу буылтығында екінші ес сезу нейроны орналасады. Екінші ес сезу нейроны бізде үш буда түседі. Мына жерде көрініп тұр. Медиалды буда, аралық буда, латералды буда. Үш буда түседі. Осы үш буда ес сезу жол арқылы өтіп, ес сезу үшбұрышына барады. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Медиалды буда. Медиалды будасы ес сезу буылтығынан басталып, ес сезу жолы, ес сезу үшбұрышына барып, ары қарай сүйелді денені айналып өтіп, гиппокамп маңы қатпарына барады. Гиппокамп маңы қатпарынан ілмекке өтеді. Яғни, мына бір суретке қарайық. Осы жерде мынау тұрған, ақ болып тұрған. Бұл сүйелді дене. Мида болады. Осы сүйелді дененің жоғар жағын айналып өтіп, медиалды буда. Біз білеміз, парагиппокамп қатпарына барды. Парагиппокамп қатпары міне ерде тұр. Осы жерге барады да, ары қарай ілмекке барады. Ункус, ілмек. Ілмек бұл ми қыртысындағы ес сезудің орталығы болып табылады. Сонымен жалғастырайық. Екінші ес сезу будасы, яғни аралық буда. Аралық буда ес сезу буылтығынан басталып, ес сезу жолына және ес сезу үшбұрышына өтеді. Ес сезу үшбұрышында
кейін ол алдыңғы тесіктелген затқа барады. Бағана суретте көрсеткен болатынмын. Алдыңғы тесіктелген заттан ол сүйелді дене мен мынау тұрған емізік тәрізді дене, яғни ол күмбездің шында орналасады. Осы екі емізік тәрізді дене және сүйелді дененің арасында бізде комиссура антериор болады. Яғни алдыңғы тесіктелген затқа барады, алдыңғы тесіктелген заттан шығып, комиссура антериордан өтеді. Комиссура антериор сүйелді дене мен емізік тәрізді дененің арасында орналасады. Сөйтіп күмбезді айналып өтіп, ары қарай бізде гирус фациолярисқа барады. Гирус фациолярис және гирус дентате. Оны мына жерден көрсетемін. Мына суретке қараңыздар. Мына күмбез. Енді мына гирус фациолярис және гирус дентате. Бұл мидың қатпарлары. Мына мидың медиалды көрінісі, яғни екі миды арасы, яғни екі ми жарты шарлары бар. Солардың арасынан қарағанда екі кесіп тастап, соның арасын қарайтын болсақ, осындай сурет болады. Міне сол жерде міне гирус фациолярис, міне гирус дентате. Осы екі қатпар арқылы өтеді, сөйтіп ілмекке барады. Басынан айтылайық, аралық буда иіс сезу бұлтығынан басталып, екінші нейроннан басталып, иіс сезу жолына түседі. Иіс сезу жолынан кейін иіс сезу үшбұрышына барады. Иіс сезу үшбұрышынан алдыңғы тесіктелген затқа барады. Алдыңғы тесіктелген заттан сүйелді дене мен күмбездің арасынан өтеді. Олардың арасында комиссура антериор орналасады. Комиссура антериордан өтіп, күмбезді айналып өтіп, гирус фацикулярис, гирус дентатеге барады. Гирус фацикулярис пен гирус дентатеден өтіп, ілмекке барады. Жаңа айттым, ілмек ол міне ункус деген. Ілмек ол ункус мидың қыртысындағы иіс сезу анализаторының орталығы. Келесі. Латеральды буда. Латеральды буда екінші нейроннан басталып, иіс сезу бұлтығында иіс сезу жолына өтеді. Иіс сезу жолында иіс сезу үшбұрышына өтеді. Иіс сезу үшбұрышынан ол үшінші иіс сезу нейронына барады. Үшінші иіс сезу нейроны иіс сезу үшбұрышынан басталып, бірінші миндалинаға барады. Миндалевидная тела деп аталады. Миндалиналық дене. Миндалиналық денеге барады. Миндалиналық денеде бізде эмоцияларымыз, адамның эмоциялары қалыптасады. Яғни, мысалға, иіс сізге ұнаса, сізге жағымды эмоция пайда болады. Егер ұнамаса, сізде жағымсыз эмоция пайда болады. Кейбіреулер мысалы жылауы мүмкін, иісі ұнамай қалып енді. Ондай да мүмкін ғой. Осының бәрі, сол эмоцияның бәрі осы миндалинада пайда болады. Латеральды буда, яғни миндалинаға барады, үшінші нейронға барады, үшінші нейроннан миндалинаға барады, екінші тармағы гиппокампқа барады. Гиппокамп есте сақтау орталығы, яғни иісті сіз есте сақтап қаласыз. Мысалға, сіз иістерді күн сайын ұмытып ала бермейсіз ғой. Яғни ол гиппокамп арқылы есте сақталып отырады. Латеральды буда сонымен алдыңғы тесіктелген затқа барды, бір тармағы миндалинаға барды, екінші тармағы гиппокампқа барды, үшінші тармағы әрине ілмекке барады. Ілмек, бүкіл тармақтар соңында ілмекке келеді. Өйткені ілмек иіс сезу анализаторының қыртысты орталығы болып табылады. Сонымен келесі. Мына жерде жаңағы құрылымдарда көрсеткен болатын. Қайттан бір қарап кетейік. Мына иіс сезу бұлтығы, иіс сезу жолы, иіс сезу үшбұрышы, алдыңғы тесіктелген зат. Мына жерде гирус фасцикулярис бар, мына гирус дентате тұр. Мына жерде тағы не бар болды. Одан кейін мына жерде сүйелді дене, мына жерде мынау тұрған бұл күмбез бен сүйелді дененің арасында мөлдір пластинка болады. Бұны да білу керек, өйткені осы мөлдір пластинка да өте маңызды қызмет атқарады. Өйткені одан осы аралық буда осы мөлдір пластинкадан өтеді. Келесі. Енді иіс сезу анализаторының функциясы бойынша ол сезімтал. Мидан қай жерден шығады? Мидан ол иіс сезу бұлтығы арқылы шығады. Мұны тұрған иіс сезу бұлтығы арқылы ол мидан шығады. Ал бас сүйектен ол торлы сүйектің торлы пластинкасының тесіктері арқылы шығады. Яғни, мына суретке қарайық. Мына бас сүйектің ішкі негізі, соның алдыңғы шұңқырын
сол алдыңғы шұңқырда бізде ламина криброза бар, яғни торлы сүйектің торлы пластинкасы. Міне торлы сүйектің торлы пластинкасы, міне тесіктерді көріп тұрсыздар ғой, нүкте-нүкте болып тұрған. Осы тесіктерден иіс сезу жіпшелері түрінде бас сүйектен шығады. Сіздермен болған мен Шарықтал Заңғар. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар.